Айнаш Төлешқызы мен логикалық тапсырмалар. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Балалар, логикамызды дамыту үшін мынадай тапсырмаларды бірге орындайық. Мына берілген 4 заттың ішінен артығын табайық және неге екенін түсіндірейік. Мысалы, алма, шие, анар, банан. Бұлардың барлығы жемістер. Осының артығын табайық. Қайсысы артық болады? Әрине, банан. Неге? Өйткені оның түсі сары. Дұрыс айтасыңдар. Қалғандарының түстері бірдей қызыл түсті. Келесі тапсырма. Ал мына заттардың ішінен қайсысы артық? Кереует, теледидар, телефон және үтік. Осылардың қайсысы артық осылардың ішінен? Әрине, кереует. Өйткені ол бізде жиһаз болып есептелінеді. Ал қалғандарын бір сөзбен қалай айтамыз? Техника деп айтамыз. Дұрыс. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмада ағаш, қайық, құс ұясы және шөп көріп тұрмыз. Осылардың қайсысы артық? Шөп, әрине. Неге? Өйткені қалғандары ағаш немесе ағаштан жасалынған. Ал шөп болса ағаш емес. Дұрыс. Келесі тапсырма. Сиыр, ешкі, қой, қабан. Осылардың 4 жануардың ішінен қайсысы артық? Дұрыс, қабан. Неге? Өйткені ол жабайы жануар. Ал қалғандары үй жануарлары. Қалғандары үйде біз асыраймыз. Ал қабан болса, ол жабайы, орманда өмір сүреді. Балалар, жарайсыңдар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Менде әлі алда әртүрлі қызық сабақтар болады. Назар қойып қарағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.